халқын қанап, өз білгенін істеп, адамның ақылына қонбайтын күлкілі әрекеттер жасап, қисынсыз заңдар шығаратын диктаторлар әлемде жетерлік. Осында диктаторлар жайлы сөз қозғалса, ойымызға бірден Африка құрлығы түсетіні жасырын емес. Көпшілігіміздің ойынша, қуғынбай диктаторлар тек даму жағынан артта қалып кеткен Африкада болатын сияқты. Өкінішке орай, бұл мүлдем олай емес. Сорақылықтың көкесі көршіміз Түркменстанда да жетіп артылады екен. Сәлем, менің атым Сәнім. Ақпараттық танымдық білесіз бе YouTube арнасына қош келдіңіздер. Егер арнама жазылмаған болсаңыздар, дәл қазір жазылып қойыңыздар. Бүгінгі шығарылымда мен көршілес Түркменстан елінің өткені мен бүгініне және халқының онсыз да оңай емес өмірін тозаққа айналдырып жатқан диктаторларына шолу жасайтын боламын. Күлуге де, мұңаюға да дайын болыңыздар. Ал біз бастадық. Сапармұрат Ниязов Түркменстанды 1991 мен 2006 жылдар аралығында басқарды. Мәжілістің шешімімен мәңгілік ұлы Түркменбашы және Сардар деген лауазымдарға ие болатын. Түркменбашы атауымен елдегі 10 мыңнан аса мектептер, көшелер, зауыттар және тағы басқа мекемелер аталды. Ал оның ескерткішінің саны 14 мыңнан асқан екен. Ашқабаттағы биіктегі 75 метрлік ескерткіші бүкіл әлемге танылған шығар. Алтын жалатылған бұл ескерткіш әрдайым күнге қарап тұрады. Яғни, күн қалай қозғалса, ескерткіш сол жаққа қарай автоматты түрде қарайды. Мағынасы, Түркменбашы күнге қайдан шығып, қайда бататынын көрсетеді деген екен. Сонымен қатар, ол түркмен халқының тарихы, руханияты жайлы Рухнама атты кітап жазып шығарды. Аталмыш кітапты оқу барлық мектептерде, жоғарғы оқу орындарына міндеттелген болатын. Оған қоса, ол айлардың да атауын өзгертті. Мысалы, жылдың 1-ші айына өзінің есімін берсе, наурыз айының атауын Гурбан Сұлтан әже деп өз анасының атауына өзгертті. Түркменстанда 8-ші наурыз құтты болсын дегеннің орнына 8-ші Гурбан Сұлтан әже құтты болсын деген. 22-ші наурыз емес, ұлыстың ұлы күні 22-ші Гурбан Сұлтан әже құтты болсын деген. Ал қыркүйек айының атауын өз кітабының құрметіне Рухнама деп ауысты. Мектептегі оқу мерзімі 9-шы сыныпқа дейін қысқартылды. Бәрібір ешкім бармайды деп барлық аудандық кітапханаларды жапты. Оған қоса, елдегі барлық ауруханаларды жауып тастағаны бар. Ауруханалар тек елдің астанасы Ашхабадта қалды. Түркменбашының пікірінше, нағыз түркменнің денсаулығы мықты болуы керек. Ол ма? Ол СПИД ауруын тыйым салды. Яғни кімде-кім СПИДпен ауырса, оны ешкім емдемейді. Себебі Түркменстанда мұндай ауру жоқ. Бәрінен де қарияларға қиын соқты. Себебі Түркменбашы зейнетақы төлеуді де тыйым салып, зейнеткерлердің өмір бойы жинаған зейнетақысын тәркілеп алды. Себебі нағыз түркмендер өз ата-анасын өздері қамтамасыз етуі тиіс. Одан бөлек опера, цирк, эстрада өнерін және балетке тыйым салды. Нағыз түркменнің тістерінің бәрі табиғи болуы тиіс деп, алтын тістерді де тыйым салды. Шығыстық ел болғандықтан, егде әйелдердің, әсіресе мұғалімдер арасында алтын тісті адамдар көп еді. Осы заңның кесірінен көп адамдар жұмыссыз қалды. Қант диабетімен, қояншық және жүрек талмасымен ауыратын диктатор нәтижесінде 2006 жылдың 21 желтоқсанында қайтыс болды. Гурбанғұлы Бердімұхамедов Түркменстанның 2-ші президенті. Бұл диктаторда лауазымсыз болған жоқ. Мәжілістің ортақ шешімімен оған Аркадак деген атақ берді. Қазақшаға аударғанда Аркадак қамқоршы деген мағына береді. Аркадак билікке келе сала Түркменбашы ауыстырған айлардың атауын қалпына келтірді. Мектептегі Рухнама кітабын оқытуды алып тастады. Сонымен қатар цирк саласына рұқсат беріп, қарияларға зейнетақы төлеуді қалпына келтіргені бар. Жаңа президент келгелі елде жағдай ушығып, азық-түлік тапшылығы басталды. Ет емес, қант, ұн, тіпті нанға зәру болып қалды. Сондықтан дүкендердің алдында ұзыннан ұзақ кезектер пайда болды. Азық-түлікке кезектер Аркадактың және елдің абыройын түсіреді деп кезекке тұруға тыйым салынды. Себебі сырт көзге Түркменстан бай қуатты, молшылықта өмір сүретін ел болып көрінуі тиіс. Кезекке тұрған адамдар қудаланып, қамауға алынатын болды.
Сонымен қатар астанасы Ашхабадтың тұрғындарына үйлеріне кондиционер, антенналар орнатуға тыйым салынды. Аркадактың пікірінше, кондиционерлер мен антенналар қаланың, ғимараттардың көркін бұзады. Жаз күндері ыстық температурасы 40-тан асатын болғандықтан біршама халық қиналғаны анық. Көбісі кондиционерлерді жасырып, үйлерінің ішіне орнатып жатты. Ең сорақысы, балалар тағамы, қоспалары да тыйым салынған болатын. Бұл заңды президент былай түсіндірді: нағыз түрікмен ешқандай қоспа, тағам татып өспеуі керек. Өз анасының сүтімен қоректенуі керек. Көп ұзамай Түркменстанда әйелдерге көлік жүргізуге де тыйым салынды. Елде жаппай әйелдердің көліктерін тәркілеп, жүргізуші куәліктері жойылды. Көлікке байланысты тағы бір заң шыққан болатын. Яғни елде тек ақ түсті көліктерге рұқсат етілді. Басқа түсті көліктерге жүруге түбегейлі тыйым салынды. Себебі қарапайым, Аркадак ақ түсті жақсы көреді екен. Елде қыз бен жігіт болып жүруге де тыйым салынған. Үйленбеген қыз бен жігіт бірге жүріп ұсталса, қыздың үстінен жезөкшелік бабымен қылмыстық іс қозғалып қамалады. Гурбанғұлы Бердімұхамедов тек заң шығарып қоймай, сонымен қатар әнші, рэпер, бодибилдер және жазушы. Осы уақытқа дейін оның 50-ден астам кітабы жарық көрген екен. Заң бойынша оның кітабын ұстаған адам міндетті түрде оны сүйіп, маңдайына басу керек. Сонымен қатар президент қару-жарақты жақсы көреді. Жауынгерлік өмір салтын өз үлгісімен дәріптейді. Оған қоса ол автошабандоз. Өзінің айтуынша, өзі жүргізетін жарыс машинасын өз қолымен жинап жасаған екен. 2022 жылдың басында Аркадак пайғамбар жасынан астым жолды жастарға беру керек деп өз еркімен президенттіктен кетті. Орнына өзінің ұлы Сердар Бердімұхамедов келді. Сайлауда 73% дауыс жинап, Сердар Бердімұхамедов елдің жаңа президенті болып сайланды. Қызығы Сердар өзіне ешқандай атақ, лауазым алмады. Ниязов секілді түркмен башы, әкесі секілді Аркадак болған жоқ. Бәлкім түркмен тілінде атақ беретін сөздер қалмаған шығар. Жаңа президент билікке келе салып, жаңа заңдар шығарғаны бар. Барлық заңдары әйелдерге қатысты. Енді әйелдерге боянуға, кірпік жабыстыруға, косметикалық ота жасатуға, ернін үлкейтуге, шашын және тырнағын бояуға тыйым салынды. Елде жаппай рейдтер жүріп, жаңа заңды бұзған әйелдерді жазалап кеткені бар. Боянған, кірпік жабыстырған әйелдер $140 айыппұл төлеуі тиіс. Төлемесе түрмеге қамалады. Сонымен қатар, әйелдерге бөтен еркектің көлігіне отыруға болмайды. Тек күйеуінің немесе туысының көлігіне отыруға рұқсат. Оның өзінде алдына емес, тек артына отыруға рұқсат етілген. Бұл заңды бұзған адамға $2000 айыппұл салынады. Осы заңның кесірінен елде такси қызметі толығымен өлді десе болады. Әйелдерге батыстық заманауи киімдерді және арабтың хиджабын киюге тыйым салынған. Тек түркменнің ұлттық киімдерін киюге міндетті. Сердар Бердімұхамедовтың билікте отырғанына 1 жылға таяп қалды. Алайда халықтың жағдайы ушығып, қайыршылық жағдайға жетіп жатыр. Азық-түлік тапшылығы, еркіндіктің жоқтығы, халықтың жаппай әл-ауқатының түсуі болашақта үлкен апатқа әкелуі мүмкін. Оқушылар мен студенттерді оқудың орнына егін алқаптарында жұмысқа жегуі білімсіз мамандардың санын арттыруда. Ал шетелде оқығысы келетін жастарды елден шығармайды. Жұмыссыздар саны 60%-ға таяған. Түркменстан туралы ақпараттарды оқып, зерттеген соң, Қазақстанда туылғаныма қуанып жатқаным рас. Өзге елдің қателіктері мен кемшіліктеріне қарап, өз еліміздің қадірін түсінуге болады екен. Дегенмен, бұл өз еліміздегі кемшіліктермен күреспеу керек деген сөз емес. Еліміздің тұғырын биік ұстап, мақтан тұтайық. Ауырмаңыздар.